Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Дана және бүгін организмге қатысты ең маңызды тақырыптардың бірін қозғайтын боламыз. Ол буын ауруы деп аталады. Буын ауруы қазіргі кезде өте кең таралған, әлем бойынша барлық аурулардың ішінде жүйелер бойынша 3-ші орынды құрайды. Яғни жүрек қан тамыр жүйесінен кейін және ас қорыту жүйесінің ауруларынан кейінгі 3-ші орынды осы буын аурулары құрайды. Буын аурулары бұл әртүрлі себептерден дамиды және оны қазіргі видеомда айтатын боламын толығырақ. Буын аурулары бұл әртүрлі себептердің нәтижесінде дамиды және ол өмір сапасына қатты әсер етеді. Және бұл жерде бұл аурумен қалай күресу керек жолдарын, алдын алу шараларын және оны қалай емдеуіміз керек сол жайында бүгінгі видеода айтып түсіндіретін боламын. Бүгінгі видеомда буын ауруының негізгі себептерін және онымен қалай күресу керек жолдарын, алдын алу шараларын, физиотерапия және жаттығулар жөнінде және қалай тамақтану керек жолдарын айтып түсіндіремін. Бүгінгі видеом сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ұнап жататын болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте мен буын ауруларының негізгі себебін айтқым келіп тұр. Буын ауруының себептері өте көп. Ол буындық аурулардың өзіне қатысты немесе буындық аурулардан тыс симптомдармен тікелей байланысты болып жүреді. Біріншісі ол остеоартрит. Остеоартрит бұл буын ауруының дегенеративтік ауру болып табылады. Ол жасы келе-келе адамдарда қартая келе және де белгілі бір физикалық нагрузканы, яғни күштемені өте көп түсірудің нәтижесінде буында ауру сезімі және де қабынулық процестер дамитын болады. Екінші себебі бұл ревматоидты артрит. Ревматоидты артрит бұл организмдік аутоиммундық аурулардың қатарына жатады. Бұл кезеңде иммундық жүйеміз өзіміздің буындық системаға қарсы шығатын болады. Соның нәтижесінде бір симптом, яғни буындық синдром дамиды. Ол аурумен және де буынның қабынуымен тікелей көрініс береді. Үшінші себепке бұл подагра. Подагра ауруы бұл буындарда зәр қышқылының жиналуымен сипатталатын ауру. Подагра ауру кезеңінде табанның үлкен саусақтары зардап шегетін болады және осының нәтижесінде де буын ауруы дамиды. Төртіншісі травмалар, яғни бір жерден құлап, сынықтар, немесе буынның қайрылуы, буындағы белгілі бір аурулардың пайда болуы, сіңірдің созылып кетуі, осының барлығы ашық жабық сынықтар, бұның барлығы буынның қызметін нашарлауына алып келетін болады. Бесіншісі инфекция, олар бактериалдық, вирустық инфекциялар болуы мүмкін және сол инфекциялардың нәтижесінде буындық аурулар дамиды. Және алтыншысы мен жетіншісіне тендинит және бурситті жатқызсақ болады. Тендинит бұл шеміршектің қабынуы, бурсит бұл буын қапшығының қабынуымен сипатталатын ауру және осы аурулардың нәтижесінде буынның ауруы және қабынуы пайда болады. Соңғысы бұл созылмалы аурулар, оларға бізде псориаздық аурулар, волчанка сияқты аурулар жатқызсақ болады. Бұлар дами келе буынның ауруына алып келетін болады. Себебі мен сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді келесі кезекте мен медикаментоздық терапия, яғни қандай дәрі-дәрмектер бұл буын ауруының алдын алуға көмектеседі және буын ауруын басады, сол жайында бүгінгі қазіргі видеомда түсіндіретін боламын. Медикаментоздық препараттар буын ауруына қарсы өте көп және оларды бірнеше топтарға бөлуімізге болады. Біріншіден, буын ауруын басатын препараттар, оларға стероидтық емес, қабынуға қарсы препараттар, стероидты, қабынуға қарсы препараттар және де ауру сезімін басатын препараттар жатқызуға болады. Ауру сезімін басатын препаратқа біздің күнделікті тауарлық атауы парацетамол препараты жатады. Ол тек қана буындағы ауру сезімін басатын болады, ал қабыну процесіне жауап бермейді. Ал қабыну процесін басуға көмектесетін препараттарға стероидты және стероидты емес қабынуға қарсы препараттарды жатқызуымызға болады. Оларға бізде қабынуға қарсы стероидты емес препараттар талқылайтын болсақ, ол препараттарға ибупрофен, диклофенак және де напроксен,
сияқты тағы басқа да препараттар жатқызуымызға болады. Бұлар буын ауруына және де қабынуға қарсы тікелей әсер ететін препараттар. Бұларды аптекадан рецептінің көмегімен немесе рецептсіз де алуға болады. Келесі, қабынуға қарсы стероидты препараттар, оларға бізде глюкокортикостероидтар жатқызуымызға болады. Жалпы стероидты препараттар, олардың ішінде глюкокортикостероидтардың ішінде преднизолон препараты жатады. Преднизолонды ішке қабылдауға болады, немесе мысалы қай буын ауырады, мысалы көбінесе адамдарда тізе буыны ауырады, және тізенің буынға осы преднизолонды егеді, яғни салады. Соның нәтижесінде ауру сезімі және де қабыну процесі басылатын болады. Және де келесі топтық препараттар бұл хондропротекторлар. Хондропротекторлар, оларға бізде глюкозамин мен хондроитин екеуі бірге жүреді, және ол препараттардың тауарлық атаулары өте көп. Хондропротекторлардың жалпы бұл топтағы препараттар шеміршектің бұзылуын болдырмайды, және де осы буынның қалпына келуіне белгілі бір септігін тигізеді. Және де антиревматикалық препараттарға, оларға бізде метотрексат препарат жатады. Олар резервтегі өте ауыр препараттың қатарына жатады. Оны негізінен врачтың, яғни өзіңіздің емдеуші дәрігеріңіздің тікелей рецептісімен қабылдаған жөн. Немесе әйтпесе ол сіздің организміңізге доза жағынан қате болып, кері әсерін тигізуі мүмкін. Биологиялық препараттар, бұлар ТНФ-ті тежейтін препараттар. Оларға мысалы адалимумаб және де этанерцепт препараттар жатады. Бұлар осы буын ауруын тудыратын арнайы молекулалардың қызметін тежейді. Соның нәтижесінде буын ауруы тоқтайды. Соңғы топтағы препараттарға жергілікті препараттар жатқызуға болады. Оларға бізде мазь, гельдер жатады, және оларға жаңағы айтылған стероидты емес қабынуға қарсы препараттардың өзіндік маздары бар, жаңағыдай гельдері бар. Соларды қай буыныңыз ауырады, соған жақсаңыз жергілікті түрде белгілі бір әсерін тигізетін болады. Сіздерге жалпы медикаментоздық емі түсінікті болды деген ойдамын. Бұлар жалпылама түсініктемелі түрде айтылған түсінік сіздерге. Оларды негізінен барынша тек қана жаңа стероидты емес қабынуға қарсы препараттардан басқаларын арнайы рецептімен, дәрігеріңіздің айтуымен қабылдағандарыңыз дұрыс. Өйткені жалпылама самолечение, өзіңізді өзіңіз емдеу өте қате болып табылады негізінен. Және де келесі сіздерге айтқым келетіні бұл физиотерапия және де жаттығулар. Физиотерапияға бұл жалпы буын аурулары кезеңде медикаментоздық терапиядан бөлек осы физиотерапия емі қарастырылған. Онымен арнайы физиотерапевттер жұмыс жасайды, және де оның осы буынға берер әсері өте жақсы. Физиотерапия жағында бірнеше топтарға бөлсек болады. Біріншісі бұл ультразвуктың көмегімен емдеу десем болады. Ол жалпы осы буын бойында өтетін қан айналым жүйесін жақсартып, буынның қайта қалпына келуіне септігін тигізеді. Бізде буынның бойында да бізде нервтар, жалпы қан айналым жүйесі өтеді, және де қан айналым жүйесі неғұрлым толымдылығы үлкейген сайын ол жерде жалпы регенерация процесі өте жақсы жүретін болады. Соның нәтижесінде жазылулар, жаңағы бұрын қалпын жоғалтқан буындар өзінің қалпына келтіре алады. Бірінші электротерапия сол буынның айналасындағы бұлшықеттердің қызметін стимулдейді, және бұлшықеттің қызметін жақсарту арқылы буынның да қалпына келуіне белгілі бір септігін тигізетін болады. Және де магнитотерапия мен лазеротерапия бұл сол буын айналасындағы тіндердің қалпына келуіне септігін тигізетін физиотерапияның бір бөлігі болып табылса, және соңғысы ол массаж. Яғни арнайы белгілі бір ауырған буыныңызға массаж жасау арқылы арнайы маманның көмегімен солай буын ауруын басуымызға болады. Және жаттығулар ол сіздің қай буыныңыз ауырады, соған байланысты жасалады. Бізде иық буыны, одан бөлек тізе, бел аймақтағы буындар, осылардың барлығы өте көп жиі ауыратын буындардың қатарына жатады. Тізе буындағы ауру сезімін басу үшін бізде жаттығу бар. Ол
қабырғаға сүйкеніп тұру арқылы отыру, яғни сол арқылы бір шамалы 5 секундқа дейін және де қайтадан тұрып солай жаттығуды бір 10-15 рет жасағандарыңыз дұрыс. Одан бөлек носки, яғни аяқты көтеріп түсіру арқылы солай тізе буынының ауру сезімін басуға болады. Және иықты айналдыру жаттығуы жақсы көмектеседі. Одан бөлек жүзу, йога, пилатес сияқты жаттығу шаралары жалпы буын ауруының жазылуына, буын ауруының белгілі бір қызметін жақсаруына жақсы әсер етеді. Ал қатты физикалық жүктеме болмайды, себебі бұл буынның қызметінің төмендеуіне әсер етеді. Яғни сіз қатты түрде көп жүгірсеңіз, немесе физически қатты күштеме жасасаңыз, кардиотренировкалар барлығы буынның қызметін нашарлатып жібереді. Солай сізде ауруыңызды одан сайын қиындатып жіберуіңіз мүмкін. Келесі бөлім бұл тамақтану ережелері. Қандай тамақты тұтынуға болады және қандай тамақтарды тұтынбаған жөн, солар жайында сіздерге айтып берейін. Бірінші, қабынуға қарсы өнімдер. Оларға омега-3-ға бай, яғни омега-3-ге бай өнімдер жатады. Оларға майлы балық, тундра, скумбрия, яғни балықтың өнімдері омегаға бай, соларды қолданған дұрыс. Одан бөлек омегаға бай жаңғақтар, мысалы грек жаңғағы, одан бөлек майлардың ішінде оливковое масло, осылардың барлығы омега-3-ге өте бай тағамдар болып табылады, және бұл буын ауруының қабынуын басатын өнімдер болып табылады. Сіз дәрі-дәрмекпен емдегіңіз келмесе, осылай өзіңіздің организміңізді жақсартсаңыз болады. Одан бөлек антиоксиданттар, олар витамин С-ға және де витамин Е-ге бай өнімдер. Олардың ішінде көкөніс пен жемістерді, яғни жемістердің ішінде клубника, черника, апельсин, шие сияқты жемістерде витамин С, яғни антиоксиданттар өте бай болып келеді. Ал көкөністерден шпинат, капуста, брокколи сияқты өнімдерде антиоксидант өте көп болады, және бұларды еш ойланбай тұтынсаңыздар болады. Бұл жалғыз буын ауруларына ғана емес, басқа да ауруларға өте ем және де пайдалы болып келеді. Және витамин Д-ға және кальцийға бай өнімдер, олар көбінесе сүт өнімдерін жатқызуымызға болады. Ірімшік, сүзбе, сүт, айран, өзіміздің табиғи өнімдер, осылардың барлығын тұтыну арқылы организмдегі кальций деңгейін жоғарылатуға болады. Соңғы өнімдерге клетчатка мен коллаген. Коллагенге ол бізде қайнатылған сүйектің сорпасын ішу өте жақсы әсер етеді. Ал соңғысы клетчаткалар, олар көбінесе сәбіз, қызанақ, қияр сияқты көкөністердің құрамында клетчатка өте көп болады, және бұларды тұтыну организмдегі артық өнімдерді, токсинді өнімдерді шығаруға белгілі бір септігін тигізеді. Бүгінгі буын ауруына қатысты кеңесім сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер ұнап жатқан болса, менің Дана мен денсаулыққа каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де комментарий қалдырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, және ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк қойыңыздар, және ары қарай видеомның тарауына көмектесіңіздер. Сіздермен бірге болған Дана Асқарқызы. Келесі видеоларда жүздескенше сау болыңыздар.